Саламатсыздар ма? Сіздермен Думан ағай. Математикалық сауаттылық нұсқасын талдайық. Бірінші есеп. Жаңа логикалық амал деген тақырыпқа берілген есеп екен. Егер 49 мына белгіні ойып қойыпты, ол 7-ге тең болса, 27 тағы бір белгі, ол 3-ге тең болса, онда мұнаның мәнін табуымыз керек екен. 7-нің квадраты 49, демек 49-дан квадратты бір тауып тұрмыз. 64-тен квадратты бірі 8-ге тең. Енді мұна белгі қарайтын болсақ, ол жерде 27 деген саннан 3 шыққан екен. Бізде 3-тің 3 дәрежесі 27. Демек, 3 дәрежелі түбірге аласың деген сөз. Немесе, қандай санның 3 дәрежесі 8-ге тең? Ол 2. Бұл жауабы дұрыс. Кестедегі мәліметтерді пайдаланып, заңдылыққа сәйкес теңдеуін табыңыз. X деген жерге мына сандарды қойып отырған кезде, Y мәндері шығу керек. Демек, 80 шығу керек, ал бізде 80 д жауабында ғана шығады. Дүкенде бір аптада сатылған балмұздақтар саны берілген. Осы дүкенде орта есеппен бір күнде сатылған балмұздақ саны. Орта есеппен деп тұр, демек, арифметикалық ортасын тап деген сөз. Берілген сандарды қосып, қанша сан қосылды, соған бөлетін боламыз. 910 шықты. 910-ды енді біз 7 сан қосылып отыр, демек 7-ге бөлеміз. Сонда 130 шығады екен. А жауабы дұрыс. 4 кітапты екі оқушыға неше тәсілмен тең бөліп беруге болады. Бұл жерде тең деген сөзге мән беруіміз керек. Демек, екі оқушыда бірдей оқулықтар болу керек, екі-екеде болу керек. Сонда теру болады. Бірінші оқушыға 4-те 2 тереміз, келесі оқушыға 2 кітап теріліп қойғандықтан 2 кітап қалды, тағы да осылай теруіміз керек. Сонда бірінші теруден 4 факториал бөлінген 2 факториал, көбейту 2 факториал. Енді екінші терудің мәні 1-ге тең, себебі 2 мен 2 болып тұрса, онда 1 сан болып тұрса, онда 1-ге тең болады. Қысқартып жіберетін болсақ, 3 көбейтілген 4, 1 көбейту 2. 2 мен 4 тағы қысқарады, 3-де 2 бізде 6 болады екен. Келесі 5-ші есеп, сызбадағы суретте көрсетілген үшбұрыш пішінді гүлзардың ауданын анықтаңыз. Тор көздің қабырғалары 1-ге тең. Бұл жерде үшбұрыштың ауданының формуласын қолдансақ болады. Мына ұзындық табаны және оған түсірілген биіктігі. Табаны 4-ге тең болып тұр. Биіктігі 2-ге тең болып тұр. Ол екеуін көбейтіп 2-ге бөлеміз. 4-ті көбейтеміз. 2-ге бөлеміз 2-ге. 2 мен 2-ні қысқартып жіберсек, 4 қалады деген. Және бұл есепті пик формуласын пайдаланып та шығарсақ болады. В қосылған Г бөлу 2 азайту 1. В деп отқанымыз ішіндегі түйіндерінің саны екен. Ол мына жерде 1-ге 2. 2-ге тең болып тұр. В тең 2. Г-ны тауып көрейік. Ол бізде бойындағы түйіндердің саны 5, 6 екен. Сонда S тең 2 қосылған 6 бөлінген 2 азайту 1. 6-ны 2-ге бөлетін болсақ 3, 3-ге 2-ні қоссақ 5, 5-тен 1-ді азайтсақ 4 болады екен. Келесі, жоғары оқу орнының бірінші курс студенттеріне арналған мерекелік кешке киім үлгісін таңдау бойынша сауалнама жүргізіп, төмендегідей мәлімет алынды. Дәстүрлі киім үлгісін таңдаған ұлдар мен қыздардың саны барлық студенттердің қанша пайызын құрайды. Дәстүрлі деп отқанымыз бізде 5, бұл жақта 15. Сонда 20 екен. 20-ны біз бөлеміз барлық студенттер санына. Мына жақта 33, мына жақта 70 екен. 70-ке 33-ті қоссақ 103. 100 пайызға көбейтеміз, сонда бізде пайыз шығады екен. 20 бөлу 103 көбейту 100. 19,4 болады екен. Сыныптағы 22 оқушының арасынан старостаны мәдениет секторын, спорт секторын және редколлегия
мүшесін неше тәсілмен сайлауға болатынын көрсетіңіз. Старостаны сайлау үшін бізде 22 оқушы бар. Енді старостаны сайлап қойғаннан кейін бір оқушы келмейді. Демек, мәдениет секторына 19 оқушы қалады екен. 19 көбейтілген. Енді мәдениет секторы кетіп қалды. Спорт секторына 18. Қателесіп кетті. 22 болатын болса, онда 21 болады. Енді спорт секторына 20 оқушының арасынан таңдаймыз. Және редколлегия мүшесін 19 оқушының арасынан таңдаймыз. Сонда көбейтетін болсақ, 22 көбейту 21 көбейту 20 көбейтілген 19. 175.560 олды жауабы. Дұрыс екен. Келесі. Төмендегі мәліметтерді пайдаланып, x қосу y өрнегінің мәнін табыңыз. X қосу y мәнін тап дейді. Одан бұрын мына жерге қарайтын болсақ, одан мына өрнекті азайтпасақ, сонда x азайту z болады. Адан аны азайтсақ, жөліп кетеді. Сонда 63-тен 60 азайтсақ, 3 қалып тұр. Енді осы өрнекке біз басында бірінші өрнекті қосатын болсақ, сонда x қосу y, мына жақта z-тің плюсы бар, мына жақта минусы бар. Екеуі жойылып кетеді. Сонда 58-ге 3-ті қосамыз, 61 болады екен. Келесі. Катер өзен ағысымен 10 км ағысқа қарсы 15 км жүзген жолына 1 сағат 45 минут жұмсады. Егер катердің меншікті жылдамдығы өзен ағысының жылдамдығынан 4 есе артық болса, онда катердің меншікті жылдамдығын анықтаңыз. Катердің жылдамдығы К деп қойсақ, өзеннің жылдамдығын О деп қойып. Енді өзеннің жылдамдығын x деп белгілейтін болсақ, катер одан 4 есе артық екен, демек 4x болады. 10 километрді біз өзен ағысымен жүзген екенбіз. Ағысымен жүзетін болса, жылдамдықтарды қосамыз, демек 4x-ға x-ті қосатын болсақ, 5x болады. Бұл жерде біз уақытты тауып тұрмыз. Енді ағысқа қарсы жүргізген уақытын табайық. Ол үшін 15 километрді біз бөлеміз. Қарсы жүрсе жылдамдықтарын азайтамыз. 4x-тан x-ті азайтамыз, сонда 3x қалады. Енді уақытты біз бөлшекке айналдырып жазсақ, 1/4-тен 3. 45-ті 60-ға бөлдік, сөйтіп 15-ге қысқартып 4-тен 3-ті алдық. Ал енді тағы да қысқарайып тұр екен. 10 мен 5-ті қысқартып жіберсек, 2-ден, демек 2 бөлінген x қосу 15 пен 3-ті қысқартатын болсақ, 5-тен, сонда 5 бөлінген x екен. Сонда ол тең болып тұр. Бұрыс бөлшекке айналдырып жазатын болсақ, 4-тен 7 екен. Мына жерде бөлшектердің бөлімдері бірдей, демек x-тан 7 тең болып тұр 4-тен 7-ге. Демек x-іміз бұл жерде 4-ге тең екен. Бізге меншікті жылдамдығын табуымыз керек катердің. Ол бізде 4x, демек 4-ке өтсек 16 болады екен. Да жауабы дұрыс екен. Келесі, ұзындығы 5 метр, биіктігі 160 метр, 160 сантиметр болатын 4 бұрыш тәрізді хауызды өлшемдері 20 сантиметр болатын 1015 кафель жабыстыру қажет болады. Хауыздың енін табыңыз. Хауыз деп отқанымыз ол бассейн. Осы бассейннің сызбасын салып қойып, осы бассейнде бізде ұзындығы 5 метр, демек 500 сантиметр.
Биіктігі 160 сантиметр екен. Бізге ені белгісіз Б. Ал енді бұның бетіне кафель жабыстырып шығу үшін табанның периметрін тауып алсақ, ол үшін бұны қосамыз 500-ге. Енді осыны көбейтеміз 2-ге, сонда периметр шығып тұр. Осы периметрді биіктікке көбейтеміз, ол 160. Және қосамыз, біз табанында кафелдеуіміз керек. Б қосылған Б көбейтілген 500-ге, демек 500 Б-ға. Сонда 20-ға көбейтетін болсақ 400, 400-ді көбейтеміз 1015-ге. Себебі бізде 1015 кафель бар екен. 406 мың екен. Осы жерден енді бұны көбейтеміз 160 көбейтетін болсақ 300, бұл жаққа жазам ғой деймін, 320 Б қосылған 500 Б тең 406 мыңнан азайтамын, 500-ді көбейтіп отырмын. 500 көбейтілген 320, немесе 500 көбейту 2 көбейту 160 деген санды азайтамыз. Сонда 246 мың шығады екен. Осы 246 мыңды енді бөлемін. 320-ға 500-ді қосатын болсақ, 820-ға. Сонда Б тең болады 300 екен. Енді 300 бұл сантиметр, енді 300 сантиметр метрге айналдыратын болсақ, 3 метр болады екен. Жауабы дұрыс. Нұсқа талдау аяқталды. Сау болыңыздар.